Сәлем достар, бүгін біз сіздермен тез әрі оңай болатын және де көп уақыттарыңызды алмайтын оңай салаттың бір түрін көрсететін боламын. Бізге өте көп ингредиенттер керек те емес, сондықтан да менің рецептім бойынша жасап көрулеріңізге барлықтарыңызға кеңес беремін. Ең алдымен қиярымызды видеодағыдай етіп немесе өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша турап шықсаңыздар болады. Бұл салатта бізде көп ингредиент керек емес болғандықтан өте жеңіл дайындалады. Көп кісілерде қазіргі жаз уақытысында қияр бар, ас көк бар, сондықтан да көп қиналып жатпайды деген ойдамын. Мен ас көк қосқан жоқпын салатқа, бірақ сіздер өз қалауларыңыз бойынша кез келген ас көктің түрін қоса берсеңіздер болады. Содан соң колбасамызды тағы да турап аламыз. Сіздер осында қазіргі туралып жатқан ингредиенттерді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген формада турай берсеңіздер болады. Онда тұрған еш нәрсе жоқ, сондықтан да өздеріңіздің қалауларыңыз қалай болса, сол бойынша турай берсеңіздер болады. Бұл жерде қатып қалған ешқандай қағида жоқ. Енді горохымызды қосамыз. Сонымен қатар алдын ала қайнатып алған жұмыртқамызды да турап қосамыз. Мінекей қыздар, барлығын турап алдық. Енді қазір үстіне бұрышымыз бен тұзымызды дәміне қарай қосып, үстінен майонезімізді салып араластыратын боламыз. Тұзды және бұрышты сіздер дәміне қарай көріңіздер. Мен өзім үлкен қасықтың ұшымен ғана қостым, өйткені майонезді тоже дәм бар болатын болғандықтан мен аз қостым тұзын. Барлығын жақсылап араластырып, тамаққа ұсына берсеңіздер болады. Мінекей қыздар, әрі жеңіл, әрі оңай, тез дайын болған салаттардың бірі. Сіздерге де кеңес беремін жасап көруге. Барлықтарыңызға да ас болсын, және де видеомды соңына дейін қарап көргендеріңіз үшін барлықтарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.